Ассалям алейкум. Бүгін осындай бала кезімізден сүйсініп жейтін картопияның бір түрін жасап көрейік. Картопиямызды суға пісіріп аламыз. Осылай үшбұрышты ғып турап, содан кейін үстіне сүйікті специяларыңызды қосып, тұз, бұрыш, паприка, солардың бәрін қосып, жақсылап араластырып, қуыратын боламыз. Балалық шақтан бір естелік, дәмі өте керемет. Сіз бұндай жеп көрдіңіз бе? Комментария бөлімінде бөлісіп кетіңіз. Міндетті түрде балапандарыңызға жасап, дәмін татқызыңыз. Өте оңай жасалынады. Осылай сливочный сары майды қосып, жақсылап қуырып, сосын ұсынсаңыз болады. Сізге видео ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Алия, қазақ каналын бірге дамытайық. Ал енді дәмін көрейік. Өте тамаша болып шығады. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ, өте дәмді. Келесі видеода кездескенше.